Баршаңызға сәлем. Кім болса да бәрібір. Жәнібек Савельев әкесі туралы өз ойын айтты. Сұрауы бар YouTube арнасында Жәнібек Савельев әкесі туралы айтты деп хабарлайды бүгін KZ порталы. Жәнібек журналистің қойған сауалына ашық жауап берді. Ол өзінің әкесін де іздейтінін айтты. Әрине, мен әкемді де көргім келеді, бірақ бірінші анамды тапқан дұрыс, әрі жеңілірек болады. Анамды тапқан соң әкемді табу оңай болады. Себебі анам әкемді біледі. Әкем қандай болса да, кім болса да бәрібір. Себебі ол менің әкем, деді Жәнібек Савельев.